Саламатсыздар ма менің құрметті подписчиктерім, көрермендерім. Бүгін біз үй саламыз, үйдің төбесін жабамыз, яғни. Онда өткенде видеода үйді қалай салып, оны қалай USB-мен қапталғаны туралы түсірілген. Ал мынау үшінші шығарылым, және ол үйді қазір төбесін стропилдің бойымен, стропилдің үстін гидроизоляция, шумоизоляция, гидроизоляция. Соның үстін банаға жауып тартамыз. Сол менде аппақ банаға мата сияқты гидроизоляция дейді. Соны тартып, саморезбен, строительный скобымен атып, бекітіп, батып шығамыз бәрін. Солай түгел жауып шығамыз. Әзірге осы аяқ бетін қаптап шығамыз. Содан кейін мына төбесінен қарағанда осындай болып көрінеді. Сосын тақтайлар жабамыз, обрешетка тақтайларды. Банағы гидроизоляциядан кейін. Аралары тақтайдың 35 сантиметр. Ол дейтін, монтаж кровля дейді. Мына профлистке волналарына дәл сәйкес келу керек. Арасы 35 сантиметр. Қазір жоғарылары көтеріп тартамыз. Жоғарыларды тартамыз. Сосын бұларды бір шетінен бастап қойып, саморезбен тартып шығамыз. Міне бір шетінен бастап бекітіп бастадым. Енді мына төбесінен қараған көрінісі түгел жауып бастап бекіттім. Осыны бүгін түгел аяқтап бекітіп шығамын. Көріп отқандай менің каркасный дом, каркасный үй салып атқан. Осының төбесін жаптым. Төбесі осындай болады. Орындар бар, нарада бір терезе, нарада бір терезе, сосын жерде бір терезе, мында терезе, мында терезе болады. Орындар бар терезенің. Мына төбесін жауып алғаннан кейін, сыртын қаптағаннан кейін, сосын терезелерін ойып, сыртын қаптап
орындарын салып кетемін. Ана жерде де терезе, мында терезе, жоғарыда 2 терезе болады. Әзірге міне төбесі жабылған. Міне. Мына жерде синий от, мына жерде қаптау керек. Бұл жер келесі видеода от. Мына жер сәл ашық болады. Бұны көрсетемін, оны келесі видеода от. Сәл күтіңіздер. Әзірге мына осы түйесін салып қойдым. Қараңыздар. Міне осындай үй. Подписаться басып, лайк басып, комментарий жазып, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.